Құрметті Ақмарал Шәріпбайқызы, сіздің жұмысыңызды біз білеміз, бағалаймыз. Әрине оңай емес. 6 жылда бір ретке келмеген мәміш жүйесін енді қысқа уақыттың ішінде 100% орындап тастау, мен ойымша шынында мүмкін емес, бұған уақыт керек шығар. Енді сонда да ел арасында жүрген бір 2-3 сұрақ бар. Бұл халықтың атынан айтылған сұрақтар деп біліңіз. Біріншісі, деректер базалары арасындағы нашар интеграция. Ұйымдар мен қор арасында белгіленген уақытта өзара тексерулердің жүргізілмеуі. Айталық, жұмыс істейтін азаматтар бір қаладан екінші қалаға көшкен кезде тіркелу мәселесінде қиындықтарға тап болады. Яғни ұйымдардың қызметкерлеріне операция жасату үшін олар бұл қызметті уақытында ала алмайды. Өйткені тізімдер айына бір рет болсын жаңартылмайды. Неге осы мәселе жаңартылмайды? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Екінші, медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін толық алмау. Арнайы маманның шұғыл консультациясы қажет болған жағдайда халық не істеу керек? Дәрігерлердің қабылдау кестесінде бос орны болмағандықтан тұрғындар жекеменшік клиникаларға жүгінуге тура келіп отыр. Осы мәселе қашан шешіледі? Және үшінші, бұл ерекше адамдар, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен азаматтар медициналық көмектің қандай көлемін ала алады? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдары болмаған жағдайда оған медициналық көмектің қандай көлемі көрсетіледі? Рахмет. Рахмет. Ерболат Байзағұлы, сұрағыңызға. Нашар интеграцияға байланысты жаңа баяндамамда айтып кеттім, тиісті жұмыстар жүріп жатыр. Фондтың да бүкіл ақпараттық жүйелері де тиісті өзгеріске ұшырайтын болады. Жылдың басынан бастап біз ИСОМП деген единая система оплаты медицинских услуг, соның ішінде интеграция мәселесі де қаралатын болады. Енді бұл кезең-кезеңімен осы жылдың аяғына дейін біз шешуіміз керек. Сонымен қатар президенттің тапсырмасының аясында мемлекеттік цифрлық осындай жүйені құру мәселесі алдымызға қойылған болатын тұғын. Осыған байланысты біз бүкіл қазақстандықтардың деректері бүгінгі таңда денсаулық сақтау министрлігінің қолында жоқ екенін мен айтып кеткім келеді. Біз қазір сол үшін тиісті қорды жасап жатырмыз. Осы жерге барлық ақпараттардың барлығы бір жерге жиналатын болады. Бүгінгі таңда 20 МИС деп айтып жатырмыз ғой. Соның егелері негізі өзіне тіркелген халықты сол мекемелерді ақпараттандыру жүйесіменен қамтып отырған жүйенің егелері негізі ақпараттардың барлығы азаматтарымыздың солардың қолында. Сонымен қатар фондтың өзінің тарапынан жасап жатқан жұмыс денсаулық сақтау министрлігі бұл жерде де айтарлықтай ешқандай әсер ете алмайды. Сондықтан біздің денсаулық сақтау министрлігінің ең басты мақсаты биылғы жылдың аяғына дейін біз бір мемлекеттік жүйені құруымыз керек. Соның ішінде барлық деректер болу керек. Екінші мәселе тұрмыстық зомбылыққа ұшыраған азаматтарымызға медициналық көмек толығымен көрсетілетін болады. Бұл жерде мемлекет тарапынан кепілдендірілген медициналық көмектің барлық шұғыл көмектерінің барлығы көрсетілген. Сондықтан қазақстандықтар үшін бұл көмек толығымен қолжетімді болады. Ал енді шетелдік азаматтар болатын болса, оған тиісті қазір ереже әзірленіп жатыр. Мемлекет тарапынан кепілдендірілген көмектің ішінде қандай қызметтер қолжетімді болу керек деген жұмыс жасалынып жатыр.